Біздің сабағымызды әуелі ашпас бұрын сіздерге сурет көрсетемін. Сол суретке қарап, бүгінгі тақырыбымызды ашып аламыз. Яғни суреттен нені байқап тұрсыздар? Осы суреттерге қарау арқылы бүгінгі тақырыбымыз ашылады. Отбасы мүшелері. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз біздің отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері. Қазіргі таңдағы ең маңызды мәселелердің бірі бұл отбасының тұрақтылығы. Сол отбасының тұрақтылығын әрі қарай жаңғырту, сақтау мақсатында оның қандай құқықтары мен атқаратын міндеттері бар, соның аясында бүгінгі тақырыбымызды өткелі тұрмыз. Енді бүгінгі тақырыбымыздың, сабағымыздың мақсаты отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау. Ал оқу мақсаты бұл отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтап, ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін ажырата аламыз. Бағалы критерийінде отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін ажырата аламыз, және де проблемалық жағдаяттардың шешімін шығарып, оларды баға бере аламыз. Енді осы бүгінгі тақырыбымызда біздің кездесетін термин сөздер, қандай термин сөздер кездеседі? Асар, жылу, бел көтерер, қонақ кәде және де ерулік. Енді асар дегеніміз не? Бұл ауыр жұмысты туыстардың, достардың, көршілердің көмектерімен орындау арқылы жүзеге асырылады. Ал жылу дегеніміз бұл қазақ қоғамында қандай да бір апаттық жағдайға ұшыраған кезінде көршілердің, туған туысқандарының жәрдемдерінің бір түрі. Ал одан кейін бел көтерер. Бұл ұзақ жасаған қарияларға көрсетілетін көмек және де оларды аспенен сыйлау түрі. Ал одан кейін қонақ кәде. Қонақ кәде бұл үй иесінің қонаққа келген адамға аспаптар арқылы көрсетілген көмегі, көрсетілген өнерден берілетін кәде. Одан кейін ерулік. Ерулік бұл көршілер жаңадан көшіп келген жағдайда оның көршілері қонаққа шақыру. Бұл ерулік деп аталады. Енді отбасы белгілеріне нелер жатады? Қазіргі таңда бұл отбасы жаңа айттық ең үлкен мәселе. Сол отбасы белгілерінің негізін құрайтын осы 4 негізгі белгілері бар. Оның ең біріншісі некеге тұру еркіндігі. Тапсырманы орындайсыздар. Бірінші тапсырма ақиқат жалған. Тез орындап дәптерлеріңізден. Әр қатарда екі жұқтан жауап бере қойыңыздар. Дәптерлеріңізді орындай қойыңыздар. Бірінші қатарда кім жауап береді? Бірінші топтан. Оңдарыңыздан тұрыңыздар. Өз ата-анасының тәрбиесіне, өз мүдделерінің қамтамасыз етілуіне, жан-жақты өсіп жетілуіне, өзінің адами қадір-қасиетінің құрметтелуіне құқығы бар ақиқат. Өзінің мүдделеріне қайшы келетін жағдайларды қоспағанда әрбір баланың отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құқығы, өзінің ата-аналарын білуге құқығы, оларды қамқорлығында болуға құқығы, олармен бірге тұруға құқығы бар ақиқат. Екеуіңіз Искандыр тұрамыз. Болмаған кезде бар құқықты жауапкершілікті өзіне алуға құқығы бар ақиқат. Ақиқат па? Ата-анасы болмаса не істейді ол? Жалған себебі ол ата-анасы болмаған жағдайда өзінің тумаларына асырап алушы ретінде беру қажет. Бұл сонда жалған құрайды. Ата-ана мен баланың арасында келіспеушіліктер болған жағдайда баланың құқығын қорғау органы баланың құқықтары мен мүдделеріне қорғау үшін өкіл тағайындауға міндетті емес. Ақиқат. Негізі ата-ана мен бұл баланың арасында болып тұрған жағдаят. Сол себептен бұл ақиқат. Жақсы, 5-ші. Ата-ана мен баланың мүдделері арасында қайшылықтар барын анықтаса, ата-аналар өз баласының мүдделеріне білдіруге құқылы. Қайшылықтар барын анықтаса, өз баласының мүдделерін білдіруге құқылы.
Ақиқат. Жақсы. Келесі. Ал ата-ана мен баланың мүдделері ата-ана баланың құқықтары мен мүдделерін қорғауда үнемі жауапты бола алмайды. Жалған, иә. Жетіншісі, ата-ана өз баласының заңын өкілі. Бұл ақиқат. Дұрыс, ақиқат. Әрбір ата-ана өз баласының заңды өкілі. Туысқандар кімдерді құрайды? Неке шарты, азаматтық неке. Қайсы? Бір атадан тараған туысқандық байланыстар болып отырған тұлғалар. Туысқандар бір атадан тарағандар. Ал неке шарты? Некеге тұрған адамдардың немесе ерлі зайыптылардың тұрған кезде немесе ажырасу жағдайда мүмкіндіктерімен міндеттері туралы келісім. Жақсы. Азаматтық неке? Ер адам мен әйелдің некеде тұрмай-ақ бірге тұрып, ортақ шаруашылықты бірге жүргізуі. Кезден 90. Мысалы, үй салу, құдық қазу, туысқандардың, достардың, көршілердің көмегімен орындалады. Мысалы, үй салу, құдық қазу, асар ақысыз түрде жасалады. Асар жұмыс аяқталған соң достарына дастархан жайылады. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Сөзінен айтамыз. Жол дегеніміз дәстүрлі қазақ қоғамындағы дүлей апатты кесірінен ауыр жағдайға душар болған жандарға көрсетілетін жәрдемдердің бірі. Зардап шеккендерге олардың туыстары ғана емес, барлық жаны ашыған адамдар көмектесе алады. Қайырымдылық ретінде мал, немесе құрылыс материалдары, ақша және қалтабасқа тұрғыда көмек беруге болады. Жақсы. Отырамыз. Бел көтерер дәстүрі бұл ұзақ жастаған қарияларды қызметтердің үлгісі болып табылады. Ол аспен сыйлау және қарттарға арнап сүт өнімдерін жасау арқылы көрсетіледі. Және де үлкен кісілерді сыйлау үлгісі болып табылады. Жақсы. Осы отбасының міндеттері мен құндылықтары бұл қандай жағдаяттарда, қандай кезеңдерде жүзеге асырылатынын білдік. Осы отбасының бірлігі арқылы жылу, асар, бел көтерер әдістері, яғни салт дәстүрлері қолданылатынын білдік. Енді отбасы туралы заңдар қабылданды, отбасының әрі қарай сақталуы, отбасының құрылып биік болуы, берік болуы, бұл әрбір адамның жалпы құрылып жатқан кездегі бір-біріне деген сенімділігінің арқасында жүзеге асырылады. Енді осы тақырыпты бүгінгі өткізілген тақырыбымызды бағалау ретінде кері байланысқан тақтаға алдарыңызға берілген стикерге өз ойыңызды жазасыздар, яғни отбасы дегенді өз ойымен қалай жеткізесіз? Отбасын қалай түсінесіз? Барлығымыз бүгінгі сабағымызда қосымша сабақтарға, сұрақтарға жауап берген топтан Ербол, Зухра, Салимаға бағаланады 8 балдан. Топтан Асила мен Ардақ, топтан Арсен, Нұрасыл, Альбина. Барлықтарыңызға да 8 бал. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.